Hey guys, how are you doing? Welcome to my third lesson. Үшінші сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз шетелге шыққан кезде шоппинг жасап үйренеміз. Бағасын сұрап, мына размерді киіп көргім келеді, мына размер, қанша жеңілдік сұрап, қалай төлейтінімізді барлығын ағылшын тілінде сөйлеп үйренетін боламыз. Okay, let's start. Бастайық. Hello, can I help you? Hello, can I help you? Сізге көмегім керек пе? Көмектесе аламын ба? Can I деп сыпайы түрде өтінеміз. Can I help you? Yes, please. Yeah, I want to buy a shirt. I want to buy a shirt. Shirt, жейде, шырттай болып, жейде киіп алыпсың ғой, иә? Shirt. Ассоциацияны жасап алыңыздар, естеріңізде мәңгі бақи қалады. Shirt, жейде. I want to buy a shirt. I want to келеді. Я хочу buy адам деп айтамыз ғой. Buy сатып алу, a shirt жейде сатып алғым келеді. Енді айтып көрейік. Көйлек сатып алғым келеді деп. I want to бірге жүреді. I want to я хочу buy сатып алу, a dress мен көйлек сатып алғым келеді деп кез келген сөзді айтып қоя бересіздер. I want to buy a shirt. Great. What size do you wear? Керемет. What size? Қандай размер, иә? Какой размер? What size do you wear? Сіз киесіз. I think medium. I think medium. Менің ойымша, I think, я думаю, орта размерді M-ді жазып алайық. M дейтін болсақ, ол medium. M. S дегеніміз кішкентай, small. Және L дегеніміз large, үлкен. S, M, L. Күнделікті біздің қолданатын размерлер, иә? Менің ойымша орта размер, иә? M. I think medium. What color do you like? Қандай түсті жақсы көресіз? What color do you like? I like. Мына түсті дейді. This one, I like blue. Көк түсті жақсы көремін. How much is it? How much is it? Қанша тұрады? It's $200. 200 $200 дейді. $200. That's a bit expensive. Бұл кішкене қымбаттау дейді. Бұл a bit, кішкене expensive, қымбат екен. Can I get a discount? Can I get a discount? Жеңілдік ала аламын ба? Я жазып алыңыздар. Discount деген сөз бар ма бізде? Get a discount, я жеңілдік алу. Can I деп сыпайы түрде сұрайды. Жеңілдік ала аламын ба? Today we have a 10% discount. Бүгін today we have бізде бар a 10% discount. 10% скидка бар дейді. Жеңілдік бар дейді. О, керемет. Жақсы. Would you like to try it on? Would you like, сыпайы түрде ұсыныс білдіреді. To try it on, try on. Оны киіп көргіңіз келеді ме? Дейді. Would you like, хотите ли вы, to try it on? Жазып алыңыздар. Try on. Киіп көру. It деп бағана киімді айтып жатырмыз, иә? Would you like, кейін әрдайым to жүреді. Would you like to try it on? Yes. Where is the changing room? Yes, yeah. Where деген қайда деген сөз. The changing room. Киім ауыстыратын бөлме қайда дейді? It's over there. It's over there. Анау жерде дейді. How is the shirt? Қалай екен дейді. How is the shirt? Жейде қалай екен? It looks nice. It looks nice. Киімге айтсақ болады. Жақсы тұр, жазып тұр, иә? It looks nice. Is there another model? But бірақ there is бар ма деп сұрағанда is алдына қойып жүреміз. Is there бар ма? Another model, басқа модель бар ма? Үлгі. Yes, we have a sleeveless one too. Yes, we have бізде бар sleeve. Жең, sleeveless десек жеңсіз. Less деген без деген мағынада. Sleeveless жеңсіз one. One деген бір емес. Мына жерде one жейденің орнына қойылып тұр. Жеңсіз жейде бар.
яғни екі рет қайталамау үшін one деген сөз айтамыз. A sleeveless one. Мысалы, көйлек бар ма дегенде, a red one деп айтса, қызыл көйлек бар деп, зат есімді екі рет қайталамау үшін one деп айтамыз. It's a new model. It's a new model. New деген жаңа деген сөз. Жаңа модель. Standard size? Is it? Сұрақ қойғанда is алдына тұрады. Is it a standard size? Стандарт размер ма дейді. Yes, it suits you well too. Yes, yeah. It suits you well too. Suit деген негізі костюм. Ал егерде киімді айтса, suits you деп болсақ, жақсы тұрады, иә, жарасып тұр деген мағынаны білдіреді. Well, жақсы жарасып тұр. To деген бұл да жақсы жарасып тұр дейді. Тоже. Неден жасалған? What is made of? Made деп оқиды, made демейсіміз, made. Көйлектің сыртында made in China деп, made in, не знаю, кез келген елдің атын жазылып тұрады. Made, сделано, где? Неден жасалған дейді. What is made of? It's 100% cotton. Хлопок, иә, мақтадан жасалған 100%. That's good. Жақсы екен. Хорошо. Can I pay by card? Can I pay төлеу? Төлей аламын ба? Картамен, by card, картамен төлей аламын ба? Yes, of course. Yes, of course. Yeah, әрине. Great. I'll take this one. Yeah, керемет. I will негізі қысқартылған форма. Аламын, take аламын, this one, мына біреуін аламын, иә. One'ды екі рет қайталамау үшін қолданып тұрмыз. One деген біреу деген мағынаны білдірмейді. Басқа бір киімді айтып тұр. Мына біреуін аламын дейді. I'll take this one. Perfect. I'll pack it for you. Pack деген пакет деген сөзге ұқсайды. Мен сізге пакую для вас, салып берейін деп айтамыз. I'll pack it оны for you, сіз үшін, для вас. Thank you very much. Көп рахмет. You're welcome. Have a nice day. Оқасы жоқ. Have a nice day. Have a nice one. Have a great day деп айтсақ болады. Хорошего вам дня. Okay, guys. See ya. Have a nice day too. Кездескенше, guys. Жақсы күн тілеймін. See ya деп айтсақ болады. Have a nice day. See ya, guys.